Армысыздар, құрметті қазақ халқы, армысыздар, құрметті қазақ тілін, қазақ тарихын, қазақтың салт-дәстүрін, қазақтың тарихын зерттеп жүрген игі жақсылар. Бүгін біз өте маңызды сабақты бастайтын боламыз. Бұл сабақ қазақ халқы үшін өте маңызды кезең болып табылады. Бұл кезеңде біз өзіміздің кім екенімізді сатап қалған болатынбыз, яғни тәуелсіздігімізді алуға да осындай бір әрекет жасаған болатынбыз. Сонымен қоса тәуелсіздігімізден жалпы ұлт ретінде жерімізден, тілімізден айырылып қалуға шақ қалған кезең еді. Бұл әрине отарлау саясаты кезеңі, яғни қазақ қияны, қазақ халқын Ресей патшалығы, алдымен ақ патша, одан кейін барып кеңес үкіметі кезінде отарлай бастаған кездер еді. Осы бір кездер туралы бүгін біз сөз шертетін боламыз. Не үшін бұл маңызды? Себебі бізде қазақтың тарихында, егер де Ресей халқын жаулап алған кезден қарасақ, ол кезде қазақтың тарихы, қазақтың байлары, қазақтың биліктері және тағы да басқа кісілер ол кезде өте мықты болған. Яғни Ресей бізді жаулап алуына өте қаншама ғасырлар болып кеткен болатын. Бұны алдағы уақытта айтатын боламыз толықтай. Жалпылама айтқан кезде оларға өте қиын соққан болатын. Қазақтың тарихын жойып жіберуді, қазақтың тілін, қазақты ұлт ретінде жойып жіберуге қиын болатын. Ал бүгінгі жағдайымыз қалай? Бүгін біз ұлт ретінде саталып қала аламыз ба? Бүгінгі билік қандай? Бүгінгі қазақтың байлары қандай? Сол кезде қазақтың байлары мен сол кезде қазақтың билері мен бүгінгі қазақтың азаматтарын салыстырса, екеуі жер мен көкте. Сондықтан да егер де біз сол кездегі жағдайдан орын алмасақ, сол кездегі жағдайдан сабақ алмайтын болсақ, онда біз, Құдай сақтасын, ұлт ретінде жойылып кетуіміз, тәуелсіздіктен айырылып қалуымыз әбден мүмкін. Сондықтан да біз бүгін осы бір маңызды тақырыпты бастайтын боламыз. Бұл тақырыптарды бастау үшін біз арнайы қазақия қалай отарланды деген Бекен Қайратұлының кітабынан алатын боламыз тақырыптардың бүкілін. Сонымен бісміллә деп бастайық. Ең алдымен отарлау деген не нәрсе? Отарлау деп бұл күшті державаның әлсіз халықты басқаруы. Егер де адами тұрғыда алатын болсақ, психологияда алатын болсақ, мысалы бір қандайды статусы мықты, атағы мықты адам кішкентай адамдарды басқарады. Тіпті ата-ананың өзі балаға кішкене бір күш көрсетуі мүмкін. Сол кезде бала болсын, енді басқа да адамдар болсын, сезеді, бұл маған манипуляция жасап отыр, бұл маған бірдеңе бір әрекет, қарсы күш жасап отыр. Бірақ өкінішке орай бұған да кейде манипуляцияға қарсы келетіндей күш қолдана алмайды, немесе сөз айта алмайды, немесе басқа да бір әрекеттер жасай алмағандықтан жаңағы адам түптің түбінде психологиялық тұрғыда, болашақта бір қарызға батып материалды тұрғыда және де басқа да тұрғыда жеңіле бастайды. Тура сол сияқты отарлау да қандай да бір күшті державаның әлсіз халықтың бір қандай да жанды жерін, осал тұсын тауып алып, соны ұстап алып, толықтай ұлт ретінде жойып жіберуге алып салысады. Енді ұлт ретінде жойып жіберу ол барып тұрған басқындық, әрине ең соңына қарай барады. Көбінесе осы бір отарлау саясатында қазір бұл туралы тағы да айтатын жатармыз. Көбінесе отарлау саясатын бастаған елдер бұлар жай ғана бір сол елдің байлығын тартып алғысы келеді. Жалпы былайша айтқанда мында жазылып тұр, әлсіз халықтарды құлға айналдыру немесе жойып жіберу саясаты дейді. Яғни отарлау саясаты деп осындай бір әлсіз халықтарды басқару, әлсіз халықтарды жойып жіберу саясатын айта аламыз. Отарлау саясаты негізінде 15 ғасыр мен 17 ғасырда қатты үрдіс ала бастады. Ең алдымен бұған Ұлыбритания, Франция, Португалия, Испания, Голландия сияқты елдер атсалыса бастады. Осы отарлау саясатын қарқынды жүргізе бастады. Кейіннен бұл тарапқа Ресей, ақш, Германия, Жапония елдері кірген болатын. Жоғарыдағы айтылған, яғни отарлау саясаты бұл жердегі басты мақсаты жаңағы айтқандай әлсіз халықтардың бар байлығын тартып алу. Ал бұл бар байлықты тартып алу үшін бұл жерде тілін тартып алады, жерін тартып алады, халықтың мәдениетін тартып алады. Осының кесірінен адамдарда адами принциптарын айырыла бастайды, моралдық принциптарын айырыла бастайды. Бұндай кемсітушілік, нәсілшілдік деген нәрселер пайда бола бастайды. Мысалға бұған бір дәлел, отарлау саясатын қолдаушы американдық ғалым Эдуард Сайдтың өзінің ориентализм атты кітабында батыстықтар біздер, ақ нәсілділер, ақ нәсілді еместерді басқару үшін жаратылғанбыз дейді. Осындай бір үлкен ауыр сөзі бар. Әрі қарай айтатын болсақ, бұл жердегі енді қарап отырсаңыздар, уақыт өте келе кейбір осы отар елде болған мемлекеттер уақыт өте келе
ұлт ретінде жойылып кетуі мүмкін, немесе өзінің ұлт ретінде жоғалмаса да қандай да бір жері болмауы мүмкін. Мысалы ұйғыр, сондай бір ұлттар бар. Одан бөлек автономия ретінде кіруі мүмкін, бірақ нақты белгіленген территориясы болмайды. Бұл мысалы Қарақалпақстандағы азаматтарымызды айтуға болады. Немесе тәуелсіздік алады, бірақ өзінің тәуелсіздік алса да сол отар елде болғандықтан құлдық санадағы бір ақаулар байқалады. Бұл біздің қазіргі Қазақстанымызға байланысты айтылатын әңгіме. Сонымен Орта Азиядағы әрекеттер туралы айтсақ, Евразия құрлығының шығыс бөлігі Азия құрлығын географиялық тұрғыдан Солтүстік Азия, Батыс Азия, Оңтүстік Азия, Оңтүстік Шығыс Азия, Шығыс Азия және Орталық Азия деп 6 аумаққа бөледі. Осындағы Орта Азияға да отарлау саясаты қарқынды жүре бастады. Мысалы, бұл Орталық Азия елдерінде Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан территориясы кіреді. Енді осы елдердің бүкілін салыстырғанда, тіпті бұл Орталық Азияның шет маңында тұрған елдерді салыстырған күннің өзінде, бұл жерде қатты бір байқайтын нәрсе, Қазақстан бұл алтын кілт. Яғни Қазақстанда жаулап алса, онда қалған мемлекеттерді де жаулап алу, қалған мемлекеттерді де өз отарына алу өте оңайға соғады. Осыны түсінген Ресей империясының 1 Петрдің 1722 жылы парсыларға жорық кезінде Астраханда болып, қарсы алдында ұшан теңіз көсіліп жатқан қазақ даласында қызыға қарап тұрып, Қазақия жері бүкіл Азия елдері мен жерлерінде шығатын кілт һәм қақпа екен. Сол себепті орасан зор шығынға қарамай қазақтарды бодандыққа алу керек деп өзінің жарлығын берген болатын. Осында Астрахан жорығына қатысып тілмаштық жасаған Тевкелеев деген патша тарапынан Қырғыз Қайсақ ордасын түптің түбінде бір-ақ парақ қағазбен Ресейге қарату ісі атқарылатын болсын деп тапсырма берген болатын. Яғни қазақтардың ол жердегі басқару алудағы басты мақсаты ешқандай да бір әртүрлі ұсақ түйек дүниелер емес, бұл жердегі басты мақсаты бар болған қазақтың малын, қазақтың бар байлығын тартып алу болатын. Осындай бір Ресейден лас саясаты болған. Бұл негізінде оңай жүргізілген саясат емес, яғни отаршылдық бірден басталып кеткен жоқ. Бұл ақырындап жүзеге айнала бастаған болатын. Қазір кішкене ғана айтып өткенде, бұны Манаш Қозыбаев деген академик бар, сол айтқан 1731 жылдан емес, 1580 жылдан бастап шапқан дейді. Яғни Ресей империясы осыны бізге жасаған дейді. Әрі қарай айтатын болсақ, бұл жердегі енді француз ориенталисі Бенник деген ғалымның мынандай бір сөзі бар: орыстардың отарлау тәсілі басқа бір отарлауға саясатқа қарағанда бұл ең ауыр саясат дейді. Қазақтарға көрсеткен орыстардың саясаты, отарлау саясаты бұл басқа халықтарға болмаған саясат. Бұл жердегі басқа елдермен салыстырған кезде, басқа бір отарлаумен салыстырған кезде, олар тек қана қазақ халқының мал-майлығын тартып алған жоқ, тек қана жерін тартып алған жоқ. Бұл жерде олардың тілін, мәдениетін, салт-дәстүрін тартып алған болатын. Осындай бір ауыр жағдай, бұның қазіргі дақтарын әлі күнге дейін тілімізден, ділімізден, дінімізден, жерімізден, тағы да басқа әртүрлі саясатымыздан, адамдардың мына моральдық принциптерінен, психологиядан көріп жатырмыз. Сондықтан да тағы да айтып өтейін, орыстардың жасаған саясаты, қазақтарға деген жасаған саясаты бұл ең ауыр отарлау саясаты болып табылады. Отарлау саясатының бар мақсаты, жаңағы айтқандай, таза қазақтардың малын, байлығын тартып алудан бөлек қазақтарды ұлт ретінде жойып жіберу болатын. Қазақтарды ұлт ретінде жойып жіберсе болды. Олар не істейді? Бұл жерде асыра мақтанушылық емес, бұл жерде былайша айтқан кезде, нақты айтқан кезде қазақтардың ол кезде рухы мықты болған. Жай ғана бір Міржақыптың оқиғасын еске алайық. Міржақыпты карцерға қамап қояды. Карцер деген осындай бір кішкентай түрме. Сол карцердің ішіне қамап қояды. Рухы сынсын, одан кейін бізге бүкіл шынайы мәліметтерді, ақпараттарды айтып береді деген сияқты. Сол кезде қаншама ай бойы қамалып, Міржақыптың рухы сынбаған болатын. Ал қазақтардың рухын сындырып жіберсе, болды, әрі қарай әлемді жаулап алу Ресей империясында өте ұсақ түйек дүние болатын. Енді бұны 3 кезеңге бөлуге болады. Ресейдің біздің отарлағанымызды 3 кезеңге бөлуге болады. Нақты айтып өтсек, бірінші кезең бұл Ресей патшалығын біздің жерімізді жаулап ала алдынан, тілінен, ділінен азап-азап шоқындыра бастаған кезеңі деп алуға болады. Екінші кезеңі бұл кеңес үкіметі кезеңі, яғни біздің жаппай ұлттың қаймақтарымызды қырып, жойып,
кезең өте ауыр кезең сол болған болатын, және де үшінші кезең бұл бүгінгі тәуелсіздік күніміз. Яғни тәуелсіздік алсақ та біз сол кезеңдегі дақтарды әлі күнге дейін сезіп келе жатырмыз. Осындай бір Ресейдің үш кезеңін айтуға болады. Енді алдағы уақытта біз Ресейдің бұл саясатына бармас бұрын бүкіл тарихты басынан бастайтын боламыз. Мысалы, бұл жердегі қазақ хандығы құрылмас бұл алтын ордадан бастаймыз. Яғни алтын орда қалай болды, алтын орда қалай құрылды, және де сол кездегі русь князьдары туралы айтатын боламыз. Сөйтіп екеуінің әлеуметтік жағдайын айтып отырып, бір-бірімен сәйкестендіре ақырындап алып келіп, осы бір кезеңге тоқтайтын боламыз. Ендеше тақырыбымыздың соңында мынандай бір керемет бат айтып жіберейік. Я Құдайым, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, еліміздің ішін даудан, сыртын жаудан сақтай көр, тіліміз, дініміз, діліміз мәңгі сақтай берсін, тәуелсіздігімізді қиямет күнге дейін бір өзін сақтай қайсын.